амансың ба? Кешегі жіберген видеоңды көрдім. Жақсы, қатесіз тамаша ойнап отырсың. Енді соның жалғасын көрсетейін, иә? Бірінші цифр болады бұл. Кешегі тартқаның сенің кіріспе, сен 2 рет қайталапсың оны. Бірақ бір-ақ рет тартылады. Иә, 2 рет қайталама. Мен саған просто қайта-қайта тартқанмын ғой, жаттап алсын деп. Енді 1 рет тартасың кіріспені, содан кейін бірінші цифр тартамын, міне. Осы жерге шейін тартамыз бүгінгі сабақты. Мен саған толық ойнап бердім, бірінші цифр мен екінші цифрдің аралығын. Енді қазір жай темпте, асықпай әрбір қағыс саусағын көрсетіп тағы ойнаймын. Лядан реге секіреміз. Рені екінші саусақпен аласың. Қағыс балбырауындікіндей. Ля, ре, до. Жалғасы. Ля, си, со, ля. Бұл бірінші сөйлемі. Екінші цифрдің бірінші сөйлемі. Лядан реге секірдік. Енді екінші сөйлемі. Лядан миға секіреміз қазір. Ля, ми, ре, ми, до. И қайтадан. Енді үшінші сөйлем. Лядан фаға секіреміз. Жаңа реге секірдік, миге секірдік. Енді фаға секіреміз. Бұл жерде қағысы төмен. Төртеуі де төмен. Не? 1, 2, 3, 4. Бармақты аңғардың ба? Фаға келгенде, миға келгенде қозғалды мимен бірге. Қайттан фаға келді. Е? Міне. Ля, фа, ми, фа. Жалғасы. Ре, фа, ми, до. Өзі үш сөйлем тартылды. Үш сөйлемнен кейін кіріспе. Сен кешегі тартқан кіріспең осы жерде жалғасады. Бірінші цифр. Екінші цифрға мұнаны жаттап алып, қазір кіріспені тартасың бірінші. Одан кейін жаңа мен тартқан бірінші цифрым лядан реге секіреді, миға секіреді, фаға секіреді. Әрқайсының ортасында деген мотив бар. Ля, си, со, ля. Си бемольді аңғарып абайла. И фаға түскен кезде мимен бірге бармақ қоса жылжиды. Осы жерінде абайла.